Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Біздің онлайн сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақта мәтін мазмұнын түсініп, негізгі және қосымша ақпаратты анықтап, сын есімдерді ажыратамыз. Тыңдалымнан алған ақпаратты және суреттерді, сын есімдерді қолданып, ауылға сипаттама беруді меңгереміз. Назарларыңызды осы бейнебаянға аударамыз. Бұл бейнебаяндағы ән не туралы? Әннен қандай таныс сөздерді естідіңіздер? Бүгінгі сабақтың тақырыбы қандай деп ойлайсыңдар? Күнім сенсің, тас төбемде тұрса түн. Анам сенсің, жолдан тайсам, ұрсатын. Саған қарай, ұшып келем туған жер. Көктем жаққа құстар солай ұшатын. Туған жер, қадіріңді кім білген, мен қараңнан теруші едім бүлдірген. Сен өткізген артық екен бір күнім, басқа жерде той тойлаған күннен. Қайда жүрсем, ойлап сені жүремін. Сүйікті елім, момын елім, ол елім. Саған ғана арқамды мен сүйедім. Саған ғана аяғымды тіредім. Туған жер, қадіріңді кім білген, мен қараңнан теруші едім бүлдірген. Сен өткізген артық екен бір күнім, басқа жерде той тойлаған күннен. Әрине, бұл ән туған жер туралы, ауылым, алтын бесігім туралы. Яғни біздің сабақтың тақырыбы ауылым, алтын бесігім. Назарларыңызды мәтінге аударыңыздар. Қазақта ауылым, алтын бесігім деген сөз бар. Әркімге өзінің туған жері жерұйық. Біздің дүниеде жалғыз еліміз, жеріміз бар. Ол қазақ елі. Жалғыз отанымыз Қазақстан. Отаныңды сүю, отаныңа деген сүйіспеншілік отбасыңнан, кіндік қаның тамған жерден, ұшқан алтын ұяңнан басталады. Менің де ұшқан ұям дәл осы жер. Балалық шағы өткен жерін адам еш уақытта ұмытпайды. Ауыл біздің табан тірер жеріміз, тұғырымыз. Ауыл халық руханиятының алтын діңгегі. Мәтін бойынша тапсырмаларды орындауға тырысайық. Бірінші тапсырма: мәтіндегі негізгі және қосымша ақпаратты анықтаңыздар. Өз білімдеріңізді тексеріп көріңіздер. Негізгі ақпаратқа екі түрлі ақпаратты алдық. Бірінші, біздің дүниеде жалғыз еліміз, жеріміз бар. Ол қазақ елі. Жалғыз отанымыз Қазақстан. Қосымша ақпарат.
Балалық шағы өткен жерін адам еш уақытта ұмытпайды. Ауыл біздің табан тірер жеріміз, тұғырымыз. Балалар, білімімізді толықтыру мақсатында сын есім тақырыбын қайталаймыз және алған білімдерімізді толықтырамыз. Сын есім деп заттың сапасын, сипатын, қасиетін, көлемін, салмағын, түсін, дәмін білдіретін сөз табын айтамыз. Сын есім дара және күрделі сын есім болып бөлінеді. Дара сын есім деп бір ғана негізгі немесе туынды түбірден тұрады. Мысалы, терең, шыдамды, тәтті, білімді, бойшаң және тағы басқа. Күрделі сын есім. Күрделі сын есім екі түрмен жасалады. Бірінші, сөздердің қосарлануы арқылы апалы, жезделі, жап-жасыл, аппақ, көкпеңбек, тәп-тәтті және тағы басқа сөздер. Сөздердің тіркесуі арқылы қоңыр ала, бидай өңді, қою, қалың, қара сақалды және тағы басқа. Сын есім жасалуына қарай екіге бөлінеді. Негізгі сын есім және туынды сын есім. Негізгі сын есім ешбір қосымшасыз негізгі түбір күйінде тұрады. Мысалы, көк, сыпайы, кермек, жабайы және тағы басқа. Туынды сын есім екі түрлі жолмен жасалады. Біріншісі, есім сөздерге жұрнақ жалғануы арқылы. Мысалы, ашушаң, көйлекшең, сөзшең, жолбарыстай, баладай. Екінші түрі, етістікке жұрнақ жалғануы арқылы жасалады. Мысалы, жабысқақ, тайғақ, бөлек және тағы басқа. Көп нүктенің орнына сын есімдерді қойып жазыңыздар. Біздің еліміздің табиғаты өте қандай? Жыл мезгілінің қай тұсын алсаң да, я қаламыз, я ауылымыз жайнап тұрады. Қазір қыс мезгілін алсақ, қандай тыныс алатын, қандай ауа, ақ көрпесін жамылған жер, екі беттері қандай боп шана тепкен балалар. Қажетті сөздер төменде берілген. Олар ерекше, таза, алмадай, терең. Өз білімімізді тексеріп көрелік. Біздің еліміздің табиғаты өте ерекше. Жыл мезгілінің қай тұсы болса, қай тұсын алсаң да, я қаламыз, я ауылымыз жайнап тұрады. Қазір қыс мезгілін алсақ, терең тыныс алатын таза ауа, ақ көрпесін жамылған жер, екі беттері алмадай боп шана тепкен балалар. Тапсырманы барлықтарыңыз дұрыс орындады деп ойлаймын. Келесі. Үйге тапсырма. Сын есім жайында ережені оқыңыз, қайталаңыз. Өз қалауыңыз бойынша туған өлкемнің табиғаты тақырыбына эссе жазыңыз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.